Сәлем достар, менің есімім Анель ханым, мен сексологпын. Бүгінгі тақырып сыни тұрғыдан ойлау, немесе сыни ойлау. Бұны орысша критическое мышление дейді. Бұл сыни ойлау жалпы не, және де дәстүрлі оқудан қандай айырмашылығы бар? Ең бірінші, сыни тұрғыдан ойлау деген сөз, сіз алған ақпаратты, алған мәліметтерді дайын күйде қабылдамайсыз, алмайсыз. Бұл ең басты айырмашылығы. Сыни тұрғыдан ойлау деген не? Сіз ақпаратты алған соң, сіз оны анализ жасайсыз, ойлайсыз, кішкене жүресіз, бүкіл жақтардан қарайсыз осы мәселені. То есть дайын күйде бұл ақпаратты алмайсыз да. Окей? Неге мен осы тақырыпты алғанмын? Себебі менің видеоларымды қарасаңыз, мен ешқашан осылай істе, немесе осылай істе деп айтпаймын. Мен сізге сексология тарапынан жалпы сізге ақпарат беремін. Бір дайын күйде бір ақпаратты берем. Бірақ шешу және де ақпаратты сіз не істейсіз, қалай қабылдаңыз, не істейтіңіз, сіз өзіңіздің сыни қабілетіңізге, ойлау қабілетіңізге байланысты соны ойлап, өзіңіз шешім қабылдайсыз. Бұл деген сыни қабілет. Сыни ойлау қабілеті. Мысалға айтайық. Келген сұрақтар, мен 3 сұрақтарды алғам мысал ретінде. Мысалы, ең бірінші видеом шыққанда анальный секс деп аталған, артқы жақпен жыныстық қатынас, да. Сол жерде мен айтқан, мысалы, шариғат бойынша бұл харам деп. Медицина жағынан осылай істейді деп. Мен осылай екі жақтан, медицина жағынан, дін жағынан бәрін айтып бердім. Бұлай сізге ақпаратты бердім. Енді маған қандай сұрақтар келеді? Мен істеймін ба? Маған бола ма істеуге деп айтады. Бір рет істесем бола ма? Адамдар, оқырмандар менен бір бата алғандай. Менің батамды алып кеп тұр, дұрыс па, бола ма деп. Бұл не? Неге олар менен сол рұқсатын сұрап отыр? Ең бірінші, сыни ойлау қабілеті төмен, немесе мүлдем жоқ. Сол үшін үйрену керек. Да? Мен қазір соны айтып жатырмын. Екіншіден, жауапкершілікті біреуге маған бергісі кеп тұр. Вот Анеля ханым бүйтіп айтты, мен солай жасадым. Бұл менің жалпы блогерлік жұмысым, тренерлік жұмысыма мүлдем қайшы, ешқашан адамға бұлай істе деп, енді ол дұрыс емес. Әр адам өз шешімді өз қабылдау керек. Сол үшін видеоларды қарағанда, менің видеоларымды қарағанда, міндетті түрде сыни тұрғыдан ойлаңыз, сыни тұрғыдан. Қайсын алам, қайсын алмайым, анализ жасаңыз, сұрап көріңіз, бұлайынан қараңыз, бұлайғынан қараңыз. Бүкіл мәселені қарастырып, керек ақпаратты сізге лайықты, сіздің ойыңыздың, сіздің пікіріңізше қайсысы дұрыс, соны алыңыз, соны таңдаңыз. Жарай ма? Бұл бірінші мысал. Екінші мысал, мастурбация мысалы, да? Өз-өзін қанағаттандыру, айтқанмын мысалы. Жас жігіттер болса, үйленуге, жас қыздар, жас жігіттер үйленуге еш мысалы мүмкіншілігі жоқ болса, да, мысалға айтқан. Ол норма деді мысалы. Үйленген кісілер әрине мастурбация, әйелі жұбайы болса, мастурбация мысалы жасамайды, да, мысалға. Бірақ маған қандай сұрақтар келеді? Қолмен бола ма, или қыздарға барайын ба? Бұл біріншіден мен таң қалдым, адамдар қаншалықты біріншіден жауапкершілікті біреуге бергісі кеп тұр, да? Мен бір батамды берген, сен мынаған бар, сен мынаны істейін, мен ешқашан сөйтіп айтпаймын. Сол үшін оқырмандарым, мүмкін осы видео біреуге пайдалы болады, біреуге беріңіз, да, тыңдауға. Кішкене әр ақпаратты өз басымен ойланып, әр адам осы сыни тұрғыдан, бұл әдеп емес, әдет, осы привычка дейді ғой, да? Бүкіл болашақты сіздің өміріңізге, жұмыс жасауға, адамдармен қарым-қатынас құруға өте пайдалы әдет. То есть бұны сіз үйренсеңіз, сөйтіп ойлау, дұрыс шешім қабылдау, сіз бір жай ғана бір берген ақпаратты жұта салмайсыз. Біздің ең басты мақсатымыз адам ретінде ойлану, өз басымен шешім қабылдау. Сол үшін біреу сізге айтса, мынаны істе десең, сіз көзіңізді жұмып бармайсыз ғой, ойлану керек. Ойланып, кішкене қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, бұлайынан қалай екен, кішкене сұрастыру керек қой.
бұл үшін кішкене ойланып көріңіз, себебі мысалы бұл тек сексология тарапынан емес қой, любой жақтан. Сізге адам мынаны істе, былай істе, бүйт сөйт десе, просто молча үндемей мал сияқты істемейсің ғой, енді кешірерсіз да, енді шынымен солай. Мен енді ойлаймын, осы видео тыңдармандар түсінеді де, бірақ кішкене түсініксіз болса, кері байланыс болса, менің Instagram парақшама дайректке жазыңыз, өзіңіз пікіріңізді, мен міндетті түрде оқимын. И үшінші сұрақ, ең соңғы видео қарасаңыз, ерте жыныстық қатынас жайлы. Өте қызық мен үшін, тоже қайтадан осы тақырыпқа мен қайтадан келдім, сол үшін осы видео жасау керек деп шешім қабылдадым. Ерте жыныстық қатынас, мен бір 13 минуттық видео жасадым. Бәрін айтып жатырмын, жыныстық сауаттылық беру керек балаларға. Анау-мынау деп, жыныстық белсенділік, андай, қалай айтады оны, темперамент әртүрлі, адамда әртүрлі мысалы да, жоғары болса жоғары да, там кейбір кезде ерте жетіледі да, жыныстық өмірге. Кейбіреу кеш жетіледі. Сосын мен айтқанмын, партнер таңдағанда, мысалы жыныстық қатынасқа түсуге 4 факторларға қараңыз дедім. Ақпарат бердім, маған қандай сұрақ келіп жатыр? Сіз сонда айтпадыңыз ғой, қай жаста түсу керек? Сонда мен қалай сонда адамдар кішкене ойлау қабілеті қайда? 3 ең басты факторларды айттым. Осы ақпаратты алып, ойланып, өзіңізге қарайсыз, өзіңіздің ситуациясыңызда, қандай сіз ситуацияда, нешедесіз, белсенділік қандай, сол кісі қандай, бүкіл анализ жасап шешім қабылдауға болады ғой. Ал менен нақты жас, неше жастан беріп айт дейді маған. Енді бұл олай жұмыс жасамайды бүкіл, вообще өмір осындай емес, нақты былай жоқ, өте гибкий, да, өте әркімде әртүрлі, тем более сексология тарапынан, әркімде жыныс жаратылысы басқа, өмірі түрлі, әркімде әртүрлі, соншама өзім таңғалғаным шын айтсам. Вот, так что осы видео сізге пайдалы болды деп мен ойлаймын. Кішкене де болса, кішкене ойланып көресіз, кері байланыс айтарсыз. Келешекте осындай сұрақтар азаяды деп мен шын жүрегімен ойлаймын. Енді Құдай қаласа адамдар кішкене өзгеретін шығар, ойлау қабілеті өзгеретін шығар. Және де жалпы мен интернетте қарасам, осы сыни тұрғыдан ойлау қазір бізде мектептік программаға енгізіп жатыр. Ақпаратты оқысаңыз, интернетте өте көп. Мен қазір общий айттым ғой, бірақ Google-да, YouTube-та өте көп сыни тұрғыдан ойлау жайында жаттығулар, әртүрлі практикалар бар. Соны кішкене өзіңіз білім алуға үміттесеңіз, кішкене амал жасасаңыз өте жақсы болар. Өзіңіздің ертеңгі болашақты өміріңізге өте пайдалы болады. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Менің парақшама жазылыңыз, лайк басыңыз. Сау болыңыз.